Конституциялық сот төрағасының орынбасары Бақыт Нұрмұхановтың кешегі баяндамасын көріп отырғандай, ұсынылып отырған өзгерістер жүйелі әрі тұжырымдамалық сипатқа ие. Түзетулер Конституцияның 77 бабын қамтиды, бұл негізгі заң мәтінінің 84%-ын құрайды. Іс жүзінде өзгерістер Конституцияның барлық бөлімдерін қамтып отыр. Жүргізіліп жатқан конституциялық реформа аясында азаматтардан, саяси партиялардан, қоғамдық ұйымдардан және сарапшылардан түскен ұсыныстарды ескере отырып, Қазақстан Республикасының Конституциясына енгізілетін түзетулердің жиынтық жобасы сізге ұсынылды. Жоба Конституциясының преамбуласын толықтай жаңа редакцияда қабылдауды көздейді. Онда жаңартылған жалпы ұлттық құндылықтар, мемлекеттің миссиясы, тарихи контекст, сондай-ақ елдің одан әрі даму бағыттары көрініс тапқан. Сонымен қатар, халық кеңесі және Конституцияға өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы атты 2 жаңа бөлім енгізіліп, тағы 4 бөлімнің атауы мен мазмұнына өзгеріс енгелі отыр. Конституциялық құрылымның негіздері елеулі түрде қайта қаралып, президенттің басқару нысаны сақтала отырып, бірыңғай мемлекеттік билік жүйесінің ұйымдастырылуы өзгереді. Азаматтардың мемлекет ісін басқаруға қатысу нысандары кеңейтіліп, адам мен азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қорғау кепілдіктері күшейтіледі. Конституциялық соттың Конституциясының үстемдігін қамтамасыз етудегі рөлі арта түседі. Осылайша сөз жекелеген түзетулер туралы емес, негізгі заңның мазмұны мен тұжырымдамалық тәсілдерін түбегейлі өзгертетін терең конституциялық жаңғырту туралы болып отыр. Осыған байланысты Қазақстан Республикасының құқықтық актілер туралы заңның 26 бабын басшылыққа алу қажет деп санаймыз. Аталған нормаға сәйкес нормативті құқықтық актінің мәтініне оның жартысынан астам қамтитын өзгерістер немесе толықтырулар енгізілетін жағдайда оның жаңа редакциясы қабылданады. Жоғарыда айтылғандарды, сондай-ақ ұсынылып отырған өзгерістердің ауқымы мен мазмұнын ескере отырып, қазіргі заман талаптарына, қоғамның сұранысына және мемлекеттің стратегиялық даму мақсаттарына сай келетін Қазақстан Республикасының Конституциясының жаңа редакциясының жобасын қабылдауды орынды әрі негізді деп санаймын. Осылайша, мен Қазақстан Республикасының жаңа Конституциясын қабылдау идеясын қолдаймын.